Саламатсыз ба, апай? Саламатсыңдар ма? Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Сыдықова Роза Қуанышбаевна, осы мектепте тарих пәнінен сабақ беремін. Апай, мектеп тарихын білесіз бе? Әрине, мектеп тарихы бұл 2003 жылдан басталады. 2003 жылдың 3 қазанында осы мектептің жаңа мектебіміз ашылып, Шамалған бекетіндегі қазақ орта мектебі болып ашылып, жаңа мектептің табалдырығын аттағанбыз. Бастапқыда бірлестігіңізде қанша мұғалім болды? Енді бізде тарих бірлестігінде бастапқы уақытында 5 мұғалім болды. Оның басшысы болып қазір өмірден өткен Әділханова Дариға Анварқызы, Магиза Смаковна, Едисевна Роза апай, Жанар Оңғарова Жанар және мен болғам. Сонымен жалпы бірлестігімізде 5 ұстаз болдық. Қазіргі таңда бірлестігіңізде қанша ұстаз? Енді қазір уақытында жақсы, жас мамандармен қатарымыз толықты. Қазір бірлестігімізде 10 ұстаз қызмет жасайды. Рахмет. Қазіргі таңмен бұрынғы таңның, яғни қазіргі мектеп пен бұрынғы мектептің ерекшелігін айта аласыз ба? Енді ерекшелігі біріншіден оқушылар санының көбеюі. Бастапқы уақытында 40-қа жуық сынып болса, қазір олардың саны бірнеше есе артты. Бірыңғай қазақ мектебі болдық. Мектебімізге және қосалқы биылғы жаңа оқу жылында қосалқы жапсырма мектеп берілді. Бұл да біздің үлкен жетістігіміз деп ойлаймын.